қарай свет кәдімгі шырақ құшақ болады, оны сонымен күн көріп, сонымен сабақ оқытып отырған балдарын кәдімгі қасына қоса қылып жаңағы фонарик жағып береді. Болмаса движок қосып береді қолдан. Жалпы ауылда свет бар ма сіздер? Бар, бірақ нашар свет. Мына біздің мынау екінші көшемізде общем свет столбы да жоқ. Әрқайсысы тұсына бізден тартып алған. Біздің мәселеміз сол. Одан кейін жаңағыдай газ, бүткіл бәріне газ салын құрылды, бәріне газ келді. Біз әлі көмірде. Бірінші мәселесі бойынша дұрыс түсінікті. Бұл бойынша бұл кісінің өзі талай хабары бар, естіліп жүрген, айтып жүрген. Енді сіздерді шақырып, может, нақтылап біліп алайын деген шығар. Мен сізге жаңа айтып өттім, электр жарығы бұрын совхоз тарқағанда Молчановый компания деген неде қалған. 20-шы жылы иесіз мүлік ретінде қабылдап алып, 21-22-де тиісті құжаттамалар әзірленіп, сметасы жасалып, құзырлы органдарға ұсынылған. Қазір енді 970 миллионның төңірегінде болып тұр. Егер бұл қаржы бөлінетін болса, 970 миллион болса, қазір біз Абай ауылдығында жалпы 6 елді мекен болса, сол 6 елді мекенде 9 трансформатор ғана қызмет көрсетіп тұр. Егер келесі жылы қаржы бөлініп салынған жағдайда 25 трансформатор болады бұның орнына. Дұрыс, тоқтың жетіспеушілігі бар. Соған тиісті жұмыстар жүргізілді. Құны да шығып қойған. Алдағы уақытта қаржы бөлінсе, осының бәрі ауысып істеледі. Ертең сессияда мақұлданса, осы жылдың соңына дейін бітуі мүмкін. Мен осы бөлімшеде 52 жылдан бері тұрамын. Мектеп жаман емес, бірақ оқушыларға арналмаған. 22 балаға арналып салынған балабақша ғимаратында 207 бала бүгінгі таңда оқиды. Өте тар. Жаңағы баяғы Союздың алдындағы парталармен отырғандай отыр. Ол мектептерде кабинеттер жоқ, спорт залы жоқ, ешнәрсе жоқ. Өте тар мектебіміз. Мына барлық жерде қандай спорт залдар, үйірмелері бар мектептер. Қазіргі біздің мектебімізде бір нәрсе жоқ есебі. Жаңа балдар топырақта ойнап жүрген. Физкультура қыстың күні болса, класстың ішінде не өтетінін білмеймін мен. Аудандық ЖКХ бөлімінен әкімшілік жол секторының меңгерушісі Әміржасов Рамазанов. Сіз бірінші мәселе жаңағыдай осы подъездной жолды ямочный ремонт сұрады. Одан кейін қазір бізде 80-ге жоқ освещение аппараты тұр, осыға жоқ даже. Сол освещение жағып беруді сұрады. Екінші мәселе. Үшінші мәселе, жаңағыдай мына жақтан электр сымдарын тартып алғанбыз. Ол электр сымдарын да көрдік. Одан кейін электр столбарын жаңартуды қойды. Қазір біз осы биыл республикалық бюджеттен 65 көше істелді. Уже Абай ауылдығынан 5 көше. Енді қазір бұл ямочный ремонтты победитель шыққан Мақтарал Долстрой деген фирма. Қазір Ералиевте қазір мен сол жерден келдім, объект алып жүрмін. Қазір көшесі істеп жатыр. Құдай қаласа бір аптаның көлемінде көшені бітеді. Біткеннен кейін енді кіреберісте жаңағыдай қазір де көріп келатырмын ғой, 3 жерінде яма бар. Соны ремонттайды. Осы қазан айының ішінде. Ол бір ямочный ремонттайды. Екіншіден освещение. Осы қазан айда. Енді мен камера түсіріп тұрмын, мен сізге алдап айтпаймын. Мемлекет осы бөлімнің өкілі ретінде. Екіншіден освещение бойынша қазір мына КТП-ның новый КТП орнату бойынша рес КТП мен столбыны өзінің жаңа инвест проектісі бойынша орнатады. Онда осы қазан айда уәде берілген басшысы. Оны жаңа біз басында майдың 2 күн келген кезде Мамбетов Берік сізге айтты ғой, сол жерде Брест басшысымен хабарласты. Мен де қазір енді сіздер келді дегеннен кейін объект аралап үстінен келді, бірақ сол кезде басшымен, респен бәріне хабарласып берді. Бірақ енді одан кейін освещениені тарту бойынша біз сол кезде бізге қарасты Жетісай қызмет деген мемлекеттік мекеме бар. Біз қазір ол кісі негізі мен өткенде көргенде освещениелердің барлығын уже түгелдеп жатқан уже. Біз өйткені анау жайлы мектепке қойылатын освещениелерін алып жаңартты ғой жан-жағын барлығын. Бірақ соларды алып әктеп сырлап бос жаққа қою жоспарда бар еді. Одан кейін газ мәселесіне смета құжаты жасақталынып, қаржы бөлінді. Бірақ ол жұмыс 2025-те жүреді. Жұмыс 2025-те. Иә, газ 2025-те жүреді. Ол жерде сол енді. Бұл жерде енді столбы, жарықтандыру, КТП, газ. Сол елді мекенаралық жолға ЖКХ тарапынан түсіндіріп кетейін. Жамбады дегенге келіспеймін. Біз жағып көрдік. Жаңа елдің шулап атқаны тоқ жетпейді ғой. Бұлда қанша лампы бар, қойсақ автоматтың бәрі күйіп кетеді. Керек десеңіз трансформаторға жалғап, трансформатор өртеніп кетті, соған өшіріп, қазір тиісті құжат жасалып, өзіне жеке трансформатор қоюға жұмыс жасалып жатыр.
білесіз ғой енді сіз түсінесіз оның бәріне қаржы бөлу керек басқа қылу керек бірден болып жатқан жоқ бірақ соған тиісті жұмыс жүріліп жатыр тоқ электр жарық несі көтермегендіктен оны қазір өшіріп қойған трансформаторға қаржы қаралуда егер трансформатор қойылған жағдайда оған жеке трансформатор қойып жеке жанады қазір Осы мына ауылдың мәселенің- тоғын шеше алмай жатыр оны қазір сәл тоқтатып тұрмыз да 4 вопрос ответі осы газыңыз ендігі жылы жүреді уже Жоқ, смета құжаттама жасақталынып уже қаржы бөлінген ол газыңыз 2025-те жүреді ямыш ремонтыңыз осы бір апта осы көлемде бітіріп береміз қаржы бөлінген освещениеңіз осы бір апта көлемде бітіріп береміз енді ктп ңызды осылай ма ендігі ме ол уытсыз жарық анықтайды